Мырзахан сен де, Қаршыға сен де, сөзге абай болыңдар. Жас емессіңдер, бала емессіңдер. Адамның көңіліне қарау деген ол да бір адамгершіліктің белгісі деп, баяғыда шешелеріміз айтып отырушы еді. Соғыстан кейінгі жылдары біз елдің көзінше анау күйеулеріміздің қасына жоламайтынбыз да, жесір әйелдердің көңіліне тиіп қаламыз ба деп. Ал қазірші баласы жоқ адамдардың жанында баламызбен мақтанамыз. Үйі жоқ жандардың қасында үйімізбен мақтанамыз. Онысымен қоймай, ай қашан туасың, қашан ұяласың деп жанды жеріне тиеміз. Мінекей, қандай боп кеттік біз.